Сәлем достар, біз бүгін Шаньян Ханшайым сериалында Цу Цидің рөлін сомдаған Чжоу Эбей туралы айтамыз, сондықтан лайктарыңызды сайлап, пікірлеріңізді дайындап қойыңыздар. Чжоу Эбей 1982 жылы 24 тамызда Қытайдың Хунан провинциясында орналасқан Цзишу қаласында дүниеге келген. Ол Пекин киноакадемиясында білім алған. Алғашында актер ойын-сауық кешендерінде модель ретінде жұмыс істей бастады. Осы салада айтарлықтай жетістікке жетті. 1999 жылы аталмыш саланың үздігі деп танылды. 2000 жылдардың басында әртүрлі тележобаларға түсу туралы ұсыныстарды қабылдай отырып, актерлік өнерде бағын сынап көруді ұйғарды. Эбей Пеледарлардың фирмасы тарихи драмасында, Гильотина экшн фильмінде және Махаббат сәті мелодрамасында басты рөлді сомдаған. 2014 жылы актерға даңққа келген Қанжар бауырластығы экшнге толы тарихи детектив хикаясы жарыққа шықты. Кейіннен ол «Мен өмір сүргім келетіндей өліп жатырмын», «Бостандық», «Махаббат», «Жаңа таныстық» секілді фильмдерге түсті. 2021 жылы бүкіл Қытайды тамсандырған Шаньян Ханшайым сериалында Цу Цидің рөлін сомдады. Соңғы жылдары Джин Юнның жекпе-жек әлемі, жалғасы бар, Жалғыз батырдың саяхаты секілді фильмдерге түсті. 2017 жылдан бастап Чжоу Эбей 4 жыл бірге жүрген сүйікті қызы әрі актриса және тележүргізуші Чжу Данға үйленді. Қазір ерлі-зайыптылардың 2 баласы бар. Достар, Чжоу Эбейдің өмірі туралы қысқа да нұсқа дерек осы. Енді кім туралы видео түсірейін, комментарийға жазып кетіңіздер. Видеоны лайк басуды, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.